16-лық санау жүйесі hexadecimal. Екілік сандарды жазуды қысқарту үшін негізі 16-лық санау жүйесі қолданылады. 16-лық санау жүйесінің негізі 0-ден бастап 9-ға дейінгі сандар және де A, B, C, D, E және F әріптері. Онда A 10-ға тең, B 11-ге тең, C 12-ге тең, D 13-ге, E 14-ге, F 15-ге тең. 16-лық санау жүйесіндегі есептеулерді бірге үйренейік. Онда міндетті түрде санның позициясына байланысты дәрежелермен жұмыс істей алуымыз қажет. Мәселен, 5A1 16-лық санау жүйесіндегі берілген сан болатын болса, 1 нөлдік позицияда, А бірінші позицияда, 5 екінші позицияда тұрған сандар екенін ескеріңіз. Енді бұл сан 16-лық санау жүйесінде берілгендіктен, бұл санды жіктеп жазатын болсақ, келесі формаға келтіруге болады. Яғни 5 көбейтілген 16-ның 2 дәрежесі. Яғни 5 саны екінші позицияда тұр деген сөз. Қосу А көбейтілген 16-ның 1 дәрежесі. Қосу 1 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі. Бұл есептеулерді орындау үшін А әріпінің орнына 10 санын жазуымыз қажет. Және де бұл есептеулерді орындағаннан кейінгі нәтиже 1441 ондық санау жүйесіндегі сан шығады екен. Міне осылай біз 16-лық санау жүйесінен 10-дық санау жүйесіне санды ауыстыра аламыз. Мұндай болса, керісінше 10-дық санау жүйесінен 16-лық санау жүйесіне ауыстыру әдістерін қарастырайық. Бірінші, бүтін 10-дық санды 16-лық санау жүйесіне ауыстыру алгоритмі 10-дық санды бөлінді 0-ге тең болғанға дейін біріндеп 16-ға бөлу қажет. Алынған қалдықтарды кері ретпен жазуымыз керек. Мәселен, 132 саны берілетін болса, 16-ға бөлеміз. 8 бүтін бөлігі қалдығы 4 болады. Келесі қадам бүтін бөлікті, яғни 8-ді бөлеміз 16-ға, бүтін бөлігі 0, қалдық 8. Алгоритмнің екінші қадамын орындаймыз. Алынған қалдықты кері ретпен жазамыз. Яғни 132 ондық санау жүйесіндегі сан 8, 4 16-лық санау жүйесіндегі санға тең. Бүтін ондық санды 16-лық санау жүйесіне ауыстырудың екінші әдісін қарастырайық. Бұл екілік санау жүйесі арқылы шығарылады. Бұнда екілік санау жүйесіндегі санның позициясына байланысты дәрежелерін қолдануымыз керек. Мәселен, 2-ның 0 дәрежесі 1, 2-ның 1 дәрежесі 2, 2-ның 3 дәрежесі 8. Солай кете береді. Енді осы 2-ның дәрежелері арасынан 132 санды табуымыз керек. Бұл жерде 132 ондық санды 128 қосылған 4 сандары арқылы табуға болады. Яғни осы сандарға біз бір санын береміз. Ал қалған орындарды 0-мен толтырамыз. Сонда 132 санын ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауыстырғанда 1 0 0 0 0 1 0 0 саны шығады. 16-лық санау жүйесіне қалай ауыстырамыз? Ол үшін келесі кестені қолдансақ болады. Ескерту. Әрбір 16-лық санау жүйесіндегі берілген сан үшін екілік санау жүйесінде 4 бит беріледі. Ол 0-ден басталады және 15-тен аяқталады. Сондықтан біз екілік санау жүйесіндегі берілген санды оң жақтан бастап 4 биттен бөлеміз. Сонымен бірінші санды қарастырып көрейік. 0 1 0 0. Бұл екілік санау жүйесінде берілген 4 бит 16-лық санау жүйесінде 4 санын береді. Бұл есептеулерді 2-ның дәрежесі арқылы да шығарсақ болады. Келесі санымыз 1 0 0 1. Кестеден қарайтын болсақ, бұл сан бізде 8 санын береді. 2-ның дәрежелерінде жазып көретін болсақ, 8 саны шығып тұр. Яғни 132 санын ондық санау жүйесінен 16-лық санау жүйесіне ауыстырғанда 8 4 мәні шықты. Назар аударыңыз. Бұл кесте арқылы сіз екілік санау жүйесінен 16-лық санау жүйесіне және 16-лық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне де ауыстыра аласыз. Ондай болса, 16-лық санау жүйесінен 10-дық санау жүйесіне ауыстыру есептерін өз бетіңізше шығарып көріңіз. Бірінші мысалды бірге қарайық. Бізде бір A4 16-лық санау жүйесінде берілген сан бар. 16-лық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауыстыру кестесін қарайтын болсақ, бізде 4 саны 0 1 0 0, A саны, яғни 10 1 0 1 0, 1 саны 0 0 0 1. Бәрін бірге қосып жазамыз. Және де 2-ның позициясына байланысты дәрежелерін де жазып аламыз. Енді бір тұрған орындардағы 2-ның дәрежелерін бір-біріне қосып шығамыз. Яғни 256 қосу 128 қосу 32 қосу 4 тең 420. Яғни 16-лық санау жүйесінде берілген 1A4 саны 10-дық санау жүйесінде 420 санын береді. Міне осылай біз десимал, хексадесимал, октал және байнери санау жүйелерін қарастырып шықтық.